Сөйтсе, Тигли-Мигли ашуланып отыр екен. Сонда бала Тигли-Миглидің қасына келіп, "Сізді кім ренжітті?" деп сұрады. Тигли-Миглиді ренжітуге кімнің батылы жетеді деп жын қатулы үнмен жерді қопарды. Онда сен неге сондай үлкен бола тұрып ашуланып отырсың? Мұныңыз енді ұят қой деп таң қалды бала. Мен өзіме ренжіп отырмын, өзім айтқан ертегіден қорқып отырмын деп болған жайды балаға баяндап береді. Бірақ қорқынышты ертекті ұмытуға болады ғой деп Еркеш көтеріңкі көңілмен үн қатады. "Қалай ұмытам? Ол ертегіні мен өзім ойлап таптым ғой", деді жын. "Сіз ол ертегіні ойлай бергенше басқа жақсы ертегі ойлаңыз. Мысалы, мейірімді, қайырымды жандардың өмірі туралы ертегі ойлап табыңыз." "Мен мейірімділік пен қайырымдылық туралы ертегі құрай алмаймын. Өйткені мұндай қасиеттер жайлы өзім түк білмеймін ғой", деп мұңайды жын. "Ендеше, дәл бүгін қайырымдылық жасап, достарыңызды қуанту үшін бір ғажайып іс істеңіз", деп жауап берді Еркеш. "Менен не сұрасаң да дәл осыны сұрама. Жақсылық жасауды мен жек көремін", деп алған бетінен қайтпады Еркеш. "Онда жер бетіндегі ең қайырымсыз жын болып қала бер. Қорқынышты ертегіңді ешқашан ұмытпа", деп ренжіген бала шегірткесіне мініп кетуге дайындала берген кезде Тигли-Мигли "Тоқта, сен қайда кетіп барасың?" деді қорқып кетіп. "Мерекеге, үкі әжейге", деп жауап берді бала. "Мені де ала кетші", деп Тигли-Мигли балаға жалынды. Ол жалғыз қалудан өте қатты қорықты. "Жарайды, жүр менімен, тек онда барғанда ешкімге өзіңнің мінезіңді көрсетпе. Өйткені үкі әжейдің үйінде көп қонақтар болады", деді Еркеш ескертіп. "Мен тырысамын. Егер бірдеңені дұрыс істемей жатсам, сақалымнан тарт. Жарай ма?" деп Тигли-Мигли сөз берді. Осылайша шөл далада бала шегіртке үстінде, ал жын ұзын сақалыменен құмға із салып ұзақ жол жүрді. Олар шөл даладан өтіп, жағасында өзені бар тауға келіп тоқтайды. Ал тау астында әдемі қанаты жайылған үйшік тұр. Үйдің қанатында үкі әжей отыр. Ол әлемдегі ең керемет ертекші екен. Үкі әжей көп сиқырды меңгерген. Тек қана ұша алмайды. Ал оны тек Еркеш қана біледі. Үкі әжей бірдеңе тоқып отыр екен. Сондықтан қонақтарды бірден байқамады. "Сәлеметсіз, көже. Амансың ба, Еркеш? Кім қасындағы шан-шан сақал мұртызың?" "Мен Тигли-Мигли деген жынмын", деп ашуланды ол. Мұндай шөл даладағы жынды бұрын соңды көрмеппін. Қазір мына жұмыстарымды бітірген соң сені тексеріп сынап көремін. Ал қазір сендер асығыңдар. Үйге қонақтар келеді. Оларға сыйлықтар әзірлеңдер", деді. "Мен бе? Сыйлық әзірлеймін бе? Қонақтарға ма?" деп таң қалды жын. Бала оның сақалынан тартып қалды. Жын тынышталып сабыр сақтады. "Менің қонақтарым сыйлықты жақсы көреді." "Тигли-Мигли, үйге барсам, сиқырлы таяқ па, соны алсам болады?" "Мен тек өзімнің сиқырыма сенемін. Басқа сиқырдың бәрі өтірік", деп ашуланды жын. Осы сәтте бала жынның сақалынан тағы да тартып қалды. Жын үндемей барып әженің айтқанын орындады. Ол сиқырлы таяқшамен түрлі сыйлықтар жасады. Мұнысы тіпті өзіне де ұнады. Үкі әжей мен Еркешке де тосын сый жасады. Сиқырлы таяқшадан өзіне ертегі кітап сұрады. Келген қонақтарға Тигли-Мигли оқыған ертегісін айтып берді. Өзінің қорқынышты ертегісін ұмытып кетті. Енді ол қорқпайды, ашуланбайды. Балалар, ашуланған дұрыс емес, солай ғой? Тигли-Мигли енді мейірімді бола бастады. Бұрын көргендер енді оны танымай қалуы мүмкін. Себебі көп жақсылық жасағандықтан Тигли-Миглидің түрі де әдемі болып өзгеріп кетті.